Қазақстанда 600 миллион теңгеге түсірілген фильмнің шыққаны жайлы естідіңіз бе? 7 жылдық дайындық, 1,5 жылдық түсірілім және 3 жылға созылған монтаж. Иә, атаңызға айналған Қажымұқан жайлы фильмнің шыққанына 10 күннен асты. Алайда, Қажымұқан фильміне қатысты жарнама, маркетингтік стратегия, пиар жағы ақсап, ұлы тарихи тұлғамыз жайлы фильм көлеңкеде қалды. Трейлер премьераға 1-2 апта қалғанда ғана көрсетілді, ал әлі желіде тым тарас. Мысалы, осыдан 1 жыл бұрын киномаркетингтің қалай жұмыс істейтінін көрсеткен дәстүр фильмін атап өткен жөн. Кино шықпай жатып танымал болды. Жұлдыздармен жарнамалық бейнероликтер, подкасттар, әлеуметтік роликтер түсірілді. Халықтың аузынан түспей көрерменнің тағатсыздана күтуіне ықпал етті. Болмай тұрып, өзіне қаратты. Нәтижесі? Коммерциялық продакшндар бірден іліп әкетті. Режиссер Қанағат Мұстафиннің айтуынша, фильмді түсіріп бітіру үшін ол өз пәтерін кепілдікке қойған. Сондықтан туындының жарнамасына қаражат жетпей, фильмнің маркетингі дұрыс жүрмеді. Осы жерде бір ғана сұрақ туады. Неге мемлекет тарапынан қолдау жоқ? Фильмнің түсіріліміне қыруар ақша бөліп, ақтық мәреге келгенде режиссерді қолдаусыз қалдырған қаншалықты дұрыс? Әлде түсірілген фильм түсірілді, ал оның ендігі тағдыры маңызды емес пе? Елін әлемге танытқан Қажымұқан өмірінің соңғы жылдарын мал қорада өткізіп, отбасының аш қалмау үшін басшылықтан бір ғана сиыр сұраған. Алайда жас күніндегі денсаулығы мен күші жоқ палуан ешкімге керек болмай қалды. 7 жыл түсірілген Қажымұқан фильмнің тағдыры да осындай ауыр бола ма, әлде Міржақып Оян қазақ фильмінің жолын қуып жарқырай түсе ме? Оны шешетін көрермен. 71 жеті мен таңда білім парақшаларын тыңдап, оқи жүріңіздер.